Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді әрі жасалу жолы оңай тойымды сэндвич дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз, оның үстіне жылы суды құямыз. Және жұмыртқаның ақ уызын қосамыз, сары уызын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Үстіне қант, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Және ашытқыны саламыз, үстіне майды құямыз. Және оның үстіне ұнды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Барлығының мөлшерін мен төменде жазып қалдырдым. Мінекей біздің қамырымыз осылай шықты. Оның бетіне осындай пленканы жауып, ауа кірмейтіндей етіп, жылы жерге қойып қоямыз 1 сағатқа. Біздің қамырымыз 1 сағат өткеннен соң осылай дайын болды. Оны осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз және тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырды астына ұн сеуіп жаямыз. Қатты жұқалап жаюға да, қатты қалың қылуға да болмайды. Орташа қалыңдықта жайып шығып, бетіне осылай майды жағамыз. Және екі бетін бір-біріне қосып, тағы да майды жағамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, осындай формаға келтіреміз. Дайын болған қамырдың үстіне жұмыртқаның сары уызына сүтті қосып араластырып, бетіне жағып шығамыз. Және қалауларыңыз бойынша кунжут, мак сепсеңіздер болады. Мен кунжут септім. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді сэндвичті жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге салатный листья, колбаса, сыр, помидор, огурцы қажет болады. Дайын болған қамырдың арасын ашып аламыз және оның ішіне видеода көрсетілгендей етіп барлығын салып шығамыз. Мінекей сэндвичтарымыз дайын болды. Сіздер де осылай жасап, балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Жегенге де өте ыңғайлы. Баршаңызға ас болсын.